Бәріңе сәлем. Бүгінгі кезекті шығарылым студенттерге арналмақ. Студент кезде көбіміз сабақпен ғана шектелмей, қосымша жұмыс жасап, табыс тапқымыз келеді. Бірақ көп жағдайда қандай жұмыс жасаймыз, қалай жасаймыз, білмей жатамыз. Осы тұрғыда өзімнің тәжірибеммен бөліскім келіп отыр. Мен Евразия ұлттық университетінде қазақ филологиясына оқуға түскен кезде бірінші курстың аяғынан бастап жұмыс жасап бастадым. Бастапқы кезде шынымен мен де немен айналысатынымды білген жоқпын, бірақ тек қана сабақпен шектелмей, қосымша жұмыс жасап өзім табыс тапқым келді. Өйткені мен бір жағынан ақылы бөлімде оқыдым, ата-анама ауыртпашылық салғым келген жоқ. Сол кезде жұмыс іздеген кезде әрине қолымнан не келеді деген сұрақты қойдым. Қолымнан әрине біреуге өзімнің білгеніммен бөлісу келетінін түсіндім. Содан кейін барып ол X-қа өзім жайлы жарнама жасаған болатынмын. Мен осындай қазақ тілі әдебиет пәнінен репетитор боламын, балаңызға көмектесемін деген сияқты. Содан кейін барып мен бір жақта кетіп бара жатқан кезде кешкі уақытта маған бір бейтаныс нөмір хабарласады. Телефонды алам, сөйтсем 10 сыныпта оқитын бала еще менің 40-шы мектебімде оқиды екен. Біздің 40-шы мектепте өте қатал мұғалім болатын қазақ тілден. Сол апайдың сыныбында оқиды екен. Ол бала қазақ тілден, грамматикадан қиналады екен. Нағыз мен өзімнің білетін тақырыбым болғаннан кейін мен қуана келісіп, сол баланы ең бірінші қазақ тілден үйретіп бастаған болатын. Яғни сол қазақ тілден грамматика, сөйлем талдау деген сияқты тақырыптарды түсіндірдім. Сол кезде мен кәдімгідей сағатына 1500 теңге алатын. Үйіне баратынмын, оқытатынмын, үйге қайтатынмын. Солай мені ол X-тан іздеп бастады. Одан кейін барып мен ваш репетиторға тіркеліп, өзімнің анкетамды құрастырдым. Ол жақта да менің бос уақыттарым жазып қоятын, сол уақытыма қарай заявкалар келіп тұратын. Сосын барып сол заявкаларға қарап, өзіме келетін клиенттермен келісіп өзім хабарласып сөйлесетінмін. Әртүрлі оқушыларды оқыттым. Мен КТЛ нишқа дайындадым 5-ші сыныптарды. Одан кейін 6-шы сыныптың бір оқушысы болды. Кәдімгідей қазақша сөйлей алмайды, мен оған қазақша сөйлеуді үйреттім. Одан кейін 9-шы сыныптағы қызды дайындағам МАПқа. Ол кезде МАПта кәдімгідей тест болатын. Ол да бір байдың коттеджде тұратын бір шала қазақ оқушысы болған. Одан кейін барып мен 6-шы сыныпта бір қызды тоже КТЛ нишқа дайындадым. Ол қыз орыс мектебінде оқитын болды, кажется. Оған қазақ тілден көмек керек болды ма? Содан кейін андай да оқушылар болды, менде просто үй жұмысына көмектесу керек. Бір байдың 2 ерке қызы болатын, оған да түн ішінде баратынмын автобуспен, сөйтіп барып үй жұмысын орындап түсіндіретінмін. Олар кәдімгідей кітапты оқып, ана қазақшаны түсінбейтін, мен кәдімгі отырып оларға түсіндіріп беретін, пересказ жасайтын, одан кейін барып жаттығулар орындайтынбыз деген сияқты. Солай көмектесіп бастадым. Олар жақсы бал алдым, рахмет деген жаңағы ыстық лебіздерін естіген кезде менде кәдімгідей сол жұмысты жасауға құлшыныс ояна бастады. Негізі менде мұғалім болу деген мақсат болмаған. Осы репетитор болу арқылы үйретуге болады екен ғой, қолымнан келеді екен ғой деген сияқты осы мұғалімдікке кішкене бір махаббатым ашылған болатын. Сол репетиторлық жұмысты жасау арқылы негізі біраз пістім. Басында мен студент болған кезде мені менсінген жоқ, басында алғысы келмей, отказ бергендер де болды. Дегенмен өзімнің білетінімді көрсете алғандықтан ары қарай сол кісілермен ұзақ мерзімде жұмыс жасаған болатынмын. Жалпы осы одан кейін бұл бірақ менде оқу кезінде ғана болды. Жазғы айларда мен бірінші жыл балмұздақ саттым, ойыншық сатқан кездер болды. Мен тирда кәдімгідей оператор болып істеген кездер болды. Одан кейін мен табиғатыма қатты келмейтінін түсіндім. Сөйтіп 2 жыл 3 жыл қатарынан балмұздақ осындай жұмыстарды жасағаннан кейін 3-ші курсқа бармас бұрын, яғни 2-ші курсты бітірген кезде әпкемізбен бірге овощной ашып көрдік. Бірақ енді қатты бизнестен хабар болмағаннан кейін, білім жетіспегеннен кейін біз біраз қателестік. Содан кейін оны жауып, мен 3-ші курста сабағымды бастап, ары қарай репетиторды жалғастырған болатынмын. Жалпы осы, одан кейін 4-ші курста өздерің білетіндей осы 140 онлайн курсын ашқан болатынмын. Студент кезде менің айналысқан жұмыстарым осы. Оған дейін де мектеп кезінде де біраз жұмыстар жасадым. Қағаз тараттым, қағаз жабыстырдым деген сияқты. Жалпы бұнымен не айтқым келеді? Ең бастысы студент кезде уақытты босқа құртпау керек. Бірінші мақсатты айқында болу керек деп ойлаймын. Бұл жұмысты мен не үшін жасаймын? Ары қарай ол менің болашағыма қаншалықты әсер етеді, менің болашақ мамандығыма қаншалықты сай келеді деген сұрақтарды қойып алу керек деп ойлаймын. Сол кезде студент кезде жұмыс жасау керек пе, әлде сабақ оқу керек пе деген сұраққа да жауап келеді. Яғни көп студенттер осымен дилемма болып жүреді. Мен сабақ оқиын ба, әлде жұмыс жасайын ба, или екеуін де қатар алайын ба? Сонымен қатар көбі біле бермейтін ақпарат. Мен студент кезде ойлар деген парақшаны жүргізген болатын. Оны ВКонтактеде және Инстаграмда кәдімгідей цитаталарды салып отыратынмын.
Сонымен қатар сол кездері танымал болған Омар Хайям және оның ойлары деген парақшада болатын. Сол жақта да мен 1-2 ай күнде цитата салып отырып жұмыс жасағам. Ойларда мен айына 5 мың алатынмын, Омар Хайямда айына 11 мың алып, сондай табыс тауып жүретінмін. Бірақ өте қызық әрі маған бір ұнайтын жұмыстардың бірі болған. Жалпы студенттік кездегі жұмыс тәжірибем осындай. Осы тұрғыда сендерге кеңес айтқым келіп отыр. Ең бірінші, жұмыс жасамас бұрын мақсатты айқындап алу керек. Яғни мен жұмысты не үшін жасаймын? Осы сұрақты қою арқылы сендер алдағы нақты жоспарларыңды құра аласыңдар. Және де жұмысты дұрыс таңдай аласыңдар. Себебі студенттік кезде дұрыс жұмыс жасау өте маңызды. Өйткені сендердің ең басты мақсаттарың негізі оқу. Сонымен қатар сендер тек оқумен ғана шектелмей, қосымша жұмыс жасап өздеріңді де дамыту керексіңдер. Бірақ бұл жерде маңызды ескеру керек нәрсе дұрыс жұмысты таңдау керек. Дұрыс жұмыс таңдау үшін қандай сұрақтар қою керек? Ең бірінші, ол жұмыс менің оқып жатқан мамандығыма қаншалықты сай келеді? Немесе екінші, болашақ жасағым келетін жұмысыма қаншалықты ол сай келеді, яғни пайдалы. Мысалы, сен медицина саласында жұмыс жасайтын болсаң, сен сол салаға ұқсас жұмыстарды жасауың керек деген сияқты. Одан кейін бұл мамандығыңа сай келмейтін болса да, болашақ қандай жұмыс жасайтын өзің де білмейтін болсаң, ең бастысы пайдалы жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Яғни, мысалы, пайдалы жұмыстарға не жату мүмкін? Ең бірінші нәрсе ол мен сияқты репетитор болуға болады, орталықтарда куратор болуға болады, одан кейін барып офистарда офис менеджер, администратор сияқты жұмыстар жасауға болады. Ең пайдалы жұмыстардың қатарына мен қосар едім жеке ассистент және де бизнес ассистент. Бұл болашақ әсіресе кәсіпкер болғысы келетін студенттерге өте керек жұмыс. Сен кәсіпкердің қасында көмекші болу арқылы бүкіл бизнесті қалай жүргізуге болады, қалай жиналыс өткізуге болады, соның барлығын біліп аласың, үйреніп аласың. Кәдімгідей бизнес ассистент болу арқылы сен болашақта уже өзіңнің универ бітіргеннен кейін де өзіңнің кәсібіңді ашуыңа болады. Одан бөлек бірнеше жұмыстар бар. Мобилограф, видеограф, таргетолог болуға болады. Одан кейін копирайтер, SMM менеджер, яғни шығармашылыққа жақын болатын болсаң, осы бағытта болашақта жұмыс жасағың келсе, осы салада жұмыс жасап бастауға болады. Келесі ескеру керек нәрсе, қандай жұмыс жасап жатқаның ғана емес, кіммен жұмыс жасап жатқаның да маңызды. Яғни жұмысты таңдайтын кезде, жасайтын кезде кімдермен жұмыс жасайсың? Ол жақтағы орта қандай? Сені дамытатын орта ма, әлде артқа тартатын орта ма? Яғни сенің мақсатыңмен қаншалықты ортақ келетін адамдар және де құндылығы қаншалықты сәйкес келеді, осыған да назар аудару керек. Өйткені студент кезде сендер жассыңдар, көп нәрсені білмеулері мүмкін. Дұрыс емес ортаға түсіп кетсеңдер, ол сендерге кері әсерін тигізуі мүмкін. Яғни студент кезде қандай ортада жүрсіңдер, кіммен араласасыңдар, қандай жұмыс жасайсыңдар, ол сендердің болашақта мықты тұлға болып қалыптасуларыңа үлкен бір әсерін тигізеді. Сондықтан да осы кеңестерді ескере отырып, дұрыс мақсат қойып, дұрыс жұмыс таңдап, дұрыс орта таңдау арқылы болашақтарыңды жақсы қалыптастыра аласыңдар. Сондықтан да сендерге айтарым, сабақпен қатар барынша жұмыс жасап өздеріңді дамытуға тырысыңдар. Егер жағдайларың барлығы жақсы болып, ешқандай қажеттілік тумаса да, өздеріңнің жақсы көретін хоббиларың болсын, сүйікті істеріңмен айналысуға тырысыңдар. Ең бастысы студент кезде бос жатпау керек. Тек қана сабақпен ғана шектелген дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ дегенмен исключение бар. Медицина саласында, басқа да бір қиын, ауыр мамандықтар болады, сол кезде тек қана сабаққа ғана фокус қою керек болып жатады. Мысалы, хирург болғың келсе, сен тек қана сабақ оқуың керек. Басқа сен не істей аласың? Әрине, ол тек қана өзіңді дамыту, кітап оқу, фильм көру, подкаст көру деген сияқты. Сондықтан қысқасы, мамандықтарыңа қарай жұмыс жасаңдар. Болашақтағы арман мақсаттарыңа қаншалықты ол жұмыс әсер етеді, соған қарай таңдаңдар. Және де егер жұмыс жасамайтын болып жатса, оған ешқандай қажеттілік болмаса да, өздеріңді дамытыңдар. Ең бастысы, тағы да қайталап айтам, бос жатпаңдар. Дұрыс адамдармен, өздеріңді жоғары көтеретін, мақсаттарыңа бірге баруға көмектесетін, әсер ететін адамдармен араласуға тырысыңдар. Ең бастысы, студент кезде барлығын білуге ұмтылыңдар. Өйткені 4 жыл ол сендердің өз-өздеріңді іздеуге, жан-жақты дамытуға берілген мүмкіндік. Одан кейін барып сендерде уже жұмыс басталады, отбасы, әртүрлі проблемалар болады, сендерді өздерін дамытуға, тіпті тіл үйренуге де уақыт қалмауы мүмкін. Сондықтан да студенттік кез ол ең алтын уақыт, сол алтын уақытты құр босқа өткізіп алмаңдар. Осы видеоны соңына дейін көрген жандарға көп рахмет. Лайк басып, коммент жазып қолдап отырыңдар. Алда уақытта осындай пайдалы контенттер шығарып отыратын боламыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.